Технология әлемінде жүз беріп атырған ең соңғы жаңалықтармен таныстырып баруды давам етеміз. Тарихта дәслепкі рет халықаралық космос станциясынан бір уақытта екі хаял космос кеңістігіне шықты. Америкалық астронавтлар Кристина Кук пенен Джессика Мейер космоста бұзылған құрылмаларды алмастыру үшін 6,5 сағат давамында космоста жұмыс істеген. Кристина Кук космос кеңістігінде ұсынуменен 4-ші мәрте шығуы, ал Джессика Мейер дәслепкі рет шыққан. Екі хаял астронавтлардың космосқа ұшуы осы жылдың март айында әмелге асырылуы керек еді. Бірақ Маклейнге сәйкес келетін скафандр халықаралық космос станциясында болмаған. Ескертіп өтеміз, ұсыған шекем 14 космонавт әйел космос кеңістігіне шыққан. Америка құрама штатында дүниядағы ең үлкен 3D принтер істеп шығарылды. Принтер жәрдемінде ұзынлығы 30 метр, биіктігі 3 метр, ал ені 6,7 метр болатын объектілерді басып шығаруға болады. Құрылманың имканиятын сынап көру мақсатында бұл принтерде салмағы 2,2 тонна болған қайық басып шығарылды. Бұл қайық бүгінгі күнге шекем 3D принтерде басып шығарылған ең үлкен объект болып табылады. Қайықты басып шығару үшін 72 сағат уақыт сарқыланды. Тәжірибе барысы Мен штаты университетінің заманауи дизайн орайында болып өтті. Істеп шығарушылар жаңа принтер арқылы дүния базарына шығып, бұйыртпалар алуды режелестірмекте. Жақында Японияда жоғары технология жаңалықтарымен таныстыру мақсатында көргізбе үлкейместірілді. Көргізбеге Япониялы істеп шығарылған соңғы инновациялық технологиялар қойылды. Японияның ең үлкен авиакомпаниясының бірі тарапынан істеп шығарылған аватар деп аталған робот көргізбеге келгендердің ітібарын өзіне тартты. Ол адам қолымен істей алатын іс-әрекетлерді қайталайды. Робот алманы бір орыннан екінші жерге қойып, бірнеше стакан ямаса қағаздардың ішінен біреуін ғана алу сияқты құрамал іс-әрекетлерді оралайды. Сондай-ақ бұл көргізбеге аспанда ұшуды қалаушылар үшін жаңа технология көпшілік назарына ұсынылды. Ол әр қандай қалалардың үстінен виртуал түрде ұшып өтуге болады. Экранларыңызда көріп тұрған Медиа есімлі қыздың бір қолы жоқ. Жақында ол британиялы ғалымдар тарапынан істеп шығарылған Hero Arm деп аталған қолдың имканиятынан пайдаланбақта. Енді ол өзінің теңдеслері сияқты велосипед айдап, хатте секіріп, еркін ойнай алады. Жоғары технологиямен тәмінленген бұл жасалма қолдың жәрдемінде қалеген жұмысты істеуге болады. Медиа бірінші мәрте қолданған уақытында велосипед айдады. Ата-анасы баласының ешкімнің жәрдемсіз әрекет етіп атырғанынан жүда қуанышлы. Бионикалық қолдың бармақлары еркін қимылдайды. Ол жүда қолайлы дейді істеп шығарушылар. Жаңа инновациялық құрылма 3D сканер технологиясымен тәмінленген. Технологиялар рауажланған сайын ізленулерді артады. Бұл болса, жаңа технологиялар үшін имканият жаратады. Бүгінгі жаңалықтарымыз осылар. Технологиялар әлемінде және қандай жаңалықтар жүз береді? Әлбетте оны алдағы уақытта білеміз. Бізден жаңалық күтін.